Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Талғат Мұсабаев. Мақсаты Мұсабаев туралы мәлімет алу және де мәндес сөздерді іздеп табуға үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока Талгат Мусабаев. Сегодня будем говорить о втором космонавте, о казахском космонавте, а также повторим с вами синонимы. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер әуе, көк – это небо, құпия – тайна, жымыңдау – мерцать. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Әуе, көк, құпия, жымыңдау. Жақсы, жаңа сөздерді сөздікке жазамыз және есте сақтаймыз. Әрі қарай бізде 6-шы тапсырма Талгат Мусабаев туралы мәліметтерді түсініп оқы. В этом задании вам дается информация о космонавте Талгат Мусабаева, которую нужно внимательно и выразительно прочитать. Талгат Мусабаев 1951 жылы 7 қаңтарда Алматы облысы Жамбыл ауданы Қарғалы кентінде дүниеге келген. Ол Қазақстанның екінші ғарышкері. 1994 жылы ғарышқа бірінші рет ұшқанда 126 күн ғарышта өткізген. 1998 жылы ғарышқа екінші рет ұшқанда 208 күн ғарышта өткізген. 2001 жылы ғарышқа үшінші рет ұшқанда 8 күн ғарышта өткізген. Талгат Мусабаев ғарышкерлер арасында алғашқы хирург атанған. Прочитайте еще раз текст, ознакомьтесь с переводом. Әрі қарай мәтін бойынша мына сұрақтарға ауызша жауап бер. По тексту попробуйте устно ответить на данные вопросы. Талгат Мусабаев кім? Кто такой Талгат Мусабаев? Ол қай облыста дүниеге келді? Где он родился? То есть в какой области? Ол бірінші рет ғарышқа ұшқанда неше күн ғарышта болды? Сколько дней он провел, когда первый раз полетел в космос? Талгат Мусабаевтың мамандығы кім? Какой профессии Талгат Мусабаев? Әрі қарай бізде екінші тапсырма берілген сөздерге мәндес сөздерді тауып жаз. Как я ранее говорила, мы с вами повторим синонимы. Здесь вам нужно будет к данным словам найти синонимы и записать их в тетради. Әрі қарай бізде төртінші тапсырма, одан бұрын сөздерге сөз тіркесі, это словосочетание. Сөз тіркесін құр, это значит составить словосочетание. Төртінші тапсырмада берілген сөздер мен сөз тіркестерін құр. То есть в четвертом задании вам нужно составить словосочетание с выделенными словами. На мысалғы жұлдыз. Жұлдыз это у нас звезда. Әдемі жұлдыз. Можно составить словосочетание, что означает красивая звезда. Жарық жұлдыз, яркая звезда. По данному образцу составляйте с остальными словами словосочетания и записывайте их в тетради. Жақсы, ендеше сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.